Серікбол Қондыбай қазақтың көне тарихы мен салт дәстүрін зерттеген бірден бір ғалым. Ол өз еңбектерінде миф тарихи шындық емес, ол белгілі бір қоғамның танымы мен рухани дамуымен байланысты қалыптасатын тарихи негізі бар дүние. Осы тұрғыдан келгенде оны ақиқат деуге болады дейді. Автор иісі қазақтың тұрмыс салтындағы иткөлек ғұрпын саралайды. Қазақ нәресте туа сала қырқынан шыққанша тігісін тысқа тіккен иткөлек кигізеді. Оның мифологиялық астары мынадай: дүниеге келген нәресте қырқынан шыққанға шейін ол әлі о дүниеде өмір сүруде деп түсіндіріп, 40 күн болғанда нәресте шынымен де туады. Бұл дүниеге келеді. Енді ит мінезін ит өлген жерге ала кетсін деп, ең алғаш киген киімін иттің мойнына байлап жүгірткен көрінеді. Бұл тегінен тегін емес. Ит әлі тумаған адам жанының тұлғалануы, о дүниелік күзетші, өлген адамның жанының кейпі. Міне, біз білетін иткөлектің негізгі мағынасы осындай. Ал бұған сіздің алып қосарыңыз бар ма?